Сәлем достар, біз бүгін асқабақтың пайдасы қандай, оның құрамында қандай витаминдер бар және де күнделікті өмірде асқабақ жеу арқылы біз иммунитетімізді қалай көтереміз, осы туралы айтпақшымын. Ең бірінші сіздер видеоны дальше көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, подписка жасап және де лайк қойып кетсеңіздер күшті болар еді. Ал енді асқабақтың негізі адам ағзасына пайдасы қандай? Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырасыз. Әрі көптеген дертке дауа болатыны қасиеті бар. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Айталық, асқабақ дәнімен халық емінде жүрек, қан тамыр ауруларын емдейтін білесіз бе? Одан да басқа да 1000 түрлі дертке шипа болады. Нақтырақ айтқанда, асқабақ қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән құрамындағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Келесі, климакс кезінде ауырлықты болдырмайды. Етек-кір үзілісі кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдай нашарлайды. Гормондық өзгерістер орын алады. Осындай ауырлықты жеңіл өткізгіңіз келсе, құрамында дәрумендер мен минералды бай асқабақ дәнін жеуді әдетке айналдырыңыз. Асқабақтың дәні ерлердің денсаулығын жақсартады. Простатит, қуық түбі безінің қабынуы ер азаматтардың көпшілігінде кездесетін ауру. Ал күніне бір уыс асқабақтың дәнін жесеңіз, осы айықпас дертіңізден құтыла аласыз. Немесе профилактика үшін де жеуге кеңес беремін. Егер балаңызды жиі ішек құрты мазаласа, онда асқабақ дәнінің құрамындағы кукурбитин амин қышқылы ішек құрттарының нағыз жауы болып табылады. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтыласыз. Дәннің денсаулыққа тигізетін ешқандай зияны жоқ. Сол үшін асқабақтың дәнін көп қолданыңыздар демекпін. Сіз күнделікті өмірде асқабақты қолданасыз ба? Егер қолданатын болсаңыз, онда комментарийға жазып кетсеңіз болады. Сіздермен болған әсем әлем. Менің каналым ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар.